Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескоке. Бүгін біз Mob Psycho 100 деп аталатын анименің 3-ші бөлімін көреміз. Ең мықты комментарийлер видеоға шығады және дәстүр бойынша ортқа құртылақтырыңдар. Кім арнаға жазылмады, соның пілі өспейді. Экстрасенс балалар тырнақ ұйымының 7-ші бөлімшесінің ғимаратына кіргізеді. Кояма Исукиге орында тағы бір өте күшті экстрасенс Шигол болған айтады. Олардың әңгімесін командир Терада естиді. Кейін Терада екі көмекшісімен мобты іздеуге аттанады. Теруки Шигеоға Рицуды құтқаруға өз көмегін ұсынады. Ол бірге олардың шансы жоғары деп санайды. Сол сәтте зертханаға Терада кіреді. Сол мезетте Кояма Исукиге моб туралы айтып жатыр. Бұл күшті экстрасенс, дегенмен бала. Моб пен Теруки Тераданы тырнақтың базасы орналасқан жерді айтсын деп азаптайды. Көмекшілер трусилар түсіп естісіз жатыр. Теруки тырнақта барлық командирлердің бетінде тыртық бар екен айтуда. Балалар Терададан базаның орналасқан жерін, қатысушылардың аты жөндерін, олардың қабілеттері мен тағы басқа ақпараттарды шығарады. Үлкен үстел басында тырнақ командирлері жиналады. Олардың арасында Мукачи, Мураки, Миягава, Такеучи, Цутия, Исуки және Кояма. Сол жерде бөлімше бастығы Исигуро пайда болады. Ол тырнақ жетекшісінің қазір шетелде екенін және Жапонияға бір айдан кейін келетін хабарлайды. Экстрасенс балалармен тәрбиешілер сөйлесіп, Рицу бетіне соққалады. Тәрбиешілерді Муто есімді командирлердің бір басқарады. Балалар оларды жіберсін деп өздерінің экстрасенсорлық күші жоқ сияқты кейіп танытуға тырысады. Муто Кайтоны ұстап алып кетеді. Балалар айқай естиді. Муто Кайтоның мәйітін сүйреп баратыр. Ол басқалары тыңдамаса, оларға да осылай болатын түсіндіреді. Терада Теруки мен Мобқа олар мәшинеде ұшып бара жатып тырнақтың базасы қайда екенін көрсетеді. Осы сәтті пайдаланып Терада телекинетикалық қамшыны қолданады. Тераданы ағаш қысып қалады. Темір тордың ар жағында отырып Рицу мен басқа балалар қашу керек деп талқылайды. Дайчо ағасы Кайтоның әлі тірі екенін айтады. Шамасы Муто балаларға иллюзия көрсету үшін гипнозды қолданған. Балаларға құлыпты бұзып, тәрбиешілерден қалай өтуді түсіну керек. Рицу жоспарды талқылауды ұсынады. Балалар өздерінің экстрасенсорлық қабілеттерін атауда. Асахи қасықты ертеді, ал Такеши оны құлыпқа тығады. Есікке бірден тәрбиешілер жүгіреді. Олар балалардың әлсіз қабілетіне күледі. Рицу камерадан сабырмен шығады. Тәрбиешілер оның артынан жүгіреді. Рицу оларды қабырғаға жабыстырады. Кайтоны құтқаратын уақыт. Бұған Куросакидің күшті тесігі көмектесуі керек. Теруки мен Моб кіреберісте екі күзетшіні көреді. Гуру шабуыл жасауға кеңес береді. Теруки Терададан жаңа ғана үйренген приемды қолданады. Күзетшілердің біріне Гуру кіреді. Ол Тераданың санасын баса алмағанына шағымданады. Рицу және басқалары бейтаныс дәліздермен қозғалады. Куросаки тесігін қолданады. Сол уақытта Моб пен Теруки тағы бір күзетшіні ұйқыға жібереді. Теруки тәрбиешіден жауап алып, ол балаларды жертөледе ұстайтынын мойындайды. Тырнақ командирлеріне базада бөтен біреулер жүр екендігін баяндайды. Кояма Тераданың білдіргенін түсінеді. Исуки әріптесіне Мобтың жалғыз келмеген ескертеді. Исигуро Коямаға экстрасенс баламен өзі шешуге рұқсат береді. Дәлізде Гуру, Теруки және Мобқа Кояма шығады. Ол үшеуіңді де өлтіремін деп айғайлайды. Моб Кояманы ауада сал етеді. Теруки Шигеоның күшіне таңғалады. Исигуро тырнақтың жас мүшелерін жинап, бөтендерді ұстауды бұйырады. Бөлмелердің бірінде бір топ тәрбиешілер ази ойнап, Кайтоны күзетуде. Ішке Рицу мен Такеши абайлап кіреді. Тырнақ тәрбиешілері оларды тоқтатуға тырысады, бірақ қарт тәрбиеші балаларға тиіспеуді бұйырады. Өйткені қарапайым адам күшті экстрасенске қарсы тұра алмайды. Гуру біртүрлі есікті жабады. Оны жас тырнақтар байқайды, бірақ бастапқыда олар ерекше ештеңе байқамайды.
Өйткені күзетшінің денесін Елес басқарады. Өтірікті түсініп боқмұрындар талпамен Гуруға шабуылдайды. Елес оларды бір соққымен ұшырып жібереді де біртүрлі бөлмеге кіреді. Ішінде тырнақ экстрасенс балаларға тәжірибе жүргізетін капсулалар тұр. Гуруды тырнақ командирлерінің бірі Мацуо есімді бала табады. Теруки тырнақтар талпасын ұрып соқты, бірақ солай балаларды жертөледен таба алмады. Дәлізде оны тырнақ командирі пирокинетик Миягава шығарған от толқыны жабады. Теруки қорғаныс тосқауылын қолданады. Миягава айналаның бәрін қуырады. Тосқауылдың іші кәсірөлдегідей қызады. Кері соққы беру үшін Теруки тосқауылды алып тастауы керек. Миягава оттың жалынын одан сайын күшейтеді. Теруки жауды тосқауыл ішінде жабады. Миягава өзін гриль сияқты қуырады. Теруки оны шалбанмен өшіреді. Сонда басқа тырнақ командирі Юсуки Сакурай пайда болады. Қабырға арқылы өтіп Мураки Терукиді ұйқыға жібереді. Моб біртүрлі қуыршақтармен қоршалған бір бөлмеде тап болады. Оларды Мукай есімді қуыршақ шебері тырнақ қыз басқарады. Осы кезде дәлізде қашқан балалар жас тырнақтардың жасағына тап болады. Рицу олардың барлығын Нарутодағы техника арқылы ұйқыға жібереді. Сонда Шо Сузуки есімді экстрасенс бала пайда болып, бірден Рицуға бірге бір төбелесуді ұсынады. Мукай Цутияға шағымдануға жүгіріп келеді. Моб оның барлық қуыршақтарын сындырып тастапты. Цутия баламен шешуге ұшып келеді. Моб оны Татешка деп атап, оны қабырғаға жабыстырады. Цутия шапалақпен күшті соққы жасайды. Ой, сенің жүрегің мап, әй жаным. Ару қызы сен халқыммен, Әлия. Батыр қызы сен халқыммен. Епе құсы ке қатап қопта, не басуларын сүйіп. Моб әйелді ұрғысы келмейтіндіктен жылайды. Оның үстіне Аратака ұстаз әрқашан қыздарды ұруға болмайды деп айтатын. Цутия мақырға Астананың орталығынан пәтер қалайды. Гуру қашып кетеді. Мацуоның экстрасенсорлық күші ол зұлым рухтарды бағындыратынында. Елестер күзетшінің денесін құртады. Гуру рух түрінде ода шанс жоқ екенін түсінеді. Мацуоның қорғанысы жоқ және толығымен зұлым рухтарға сүйенеді. Гуру алдамшы маневр жасайды. Салам алейкум! Салам алейкум! Елестер қуа жөнеледі. Гуру күзетшінің денесіне оралады. Мацуо тағы екі зұлым рухты жібереді. Исигуро Такеучиге моппен шешуді бұйырады. Өйткені бала Цутияны жеңді. Тырнақтар Терукиді тұтқынға алады. Бала Шигео Кагияманың бәрібір олардың бәрін жыртып тастайтыны сенімді. Моб Такеучиді бір экстрасенсорлық соққымен өшіреді. Дәлізде ол соққыға жығылған Рицуды табады. Моб інісіне қарай жүгіреді. Мото гипнозды қолданады және мобқа Рицудың қалай қансырап жатқанын көрсетеді. Мобтың психобұзылу шкаласы 100%-ға жетеді. Күшті телекинетикалық толқын Мутоны да мобты да өшіреді. Мұның бәрі Шо Сузукидің тұзағы болды, ал Рицу жем болды. Теруки өз көзіне өзі сене алар емес. Моб шынымен осы Сузукиден жеңіліп қалды ма? Бөлмеге Мацуо да кіреді. Ол Гуруды құмыра ішіне қамап қойды. Құмыра жүздеген зұлым рухтармен толған. Олар бір-бірін жеп, ақыр соңында бір ең күштісі ғана қалатын болады. Рейген Аратака GPS арқылы мобтың орналасқан жерін табады. Себебі бала қиындыққа тап болды деп күдіктенеді. Ол таксиді жіберіп, тырнақтар базасына қарай жүреді. Біз моб пен Рицудің орманда адасып кеткенін балалық шақтың естелігін көреміз. Табиғаттану мектеп білімін пайдалана отырып, Рицу орманнан қалай шығу керектігін анықтайды. Моб бөлмеде оянады. Рицу өзінің мінез құлқына ұялады. Моб інісі тірі екеніне қуанады. Теруки бұл бөлмеде экстрасенсорлық күштердің жұмыс істемейтінін түсіндіреді. Моб қорқатын ештеңе жоқ деп есептейді. Өйткені Рицу олармен бірге және ол өте ақылды және кез келген мәселені шеше алады. Інісінің көзі жасаурайды. Тырнақтар ауылдарымен не істеу керектігін талқылап жатыр. Исигуро олардың миын тезірек ойлау керек деп санайды. Олардың ойымен Шо Сузуки келіспейді. Юсуки оны катанамен қорқытады.
Ғимаратқа Рейган Аратака жақындайды. Жас тырнақтар оның кім екенін түсінбейді және одан қорқады. Олар Аратаканы тырнақтың головной офисінен келген маңызды бастық деп ойлайды. Ол базадағы төтенше жағдайға байланысты Исигуроға ұрысу үшін келгендей. Исигуроға бірден хабарлайды үлкен босс келді деп. Тырнақ командирлерінің бәрі бірден штандарына тышады. Аратака өзінше көп дәліздерде жүргенде олар қашып кеткен балаларға соқтығысады. Такеши оларды ұрлап қамап ұстағанын айтып айғайлайды. Барлық жас тырнақтар Аратаканың үлкен босс екеніне сенімді. Ол бұйрықтар мен кеңестерді сондай тез таратады. Теруки, Моб және Рицу әрекет жоспарын талқылауда. Арнайы бөлменің есіктері ашылып, ішке тырнақтар тобырының қоршауында Рейган Аратака кіреді. Моб оны ұстаз деп атап, содан тырнақтар таңғалып қалады. Теруки шок болды. Тырнақтың бастығы шын мәнінде Мобтың ұстазы ма? Аратака бұйрықтар атады. Рейганның бәрін алдаған тек Рицу ғана түсінеді. Оларды дәлізде қалған тырнақ командирлері қарсы алады, өтірігі ашылып қалады. Аратака ода каратэде жасыл белбеу екенін айғайлайды. Исигуроны Моб блоктайды. Жас тырнақтар қашып кеткенде өткел қирайды. Қарсыластың күшімен тек Моб теңгелі алады. Исигуру гравитацияны басқарады, Мобты бетон еденге қысады. Аратака секіріп Исигуроның бетінен теуіп жібереді. Рейган тағы да барлығын адамдарға қарсы супер күштерді қолдануға болмайды деп сөгеді. Аратака тырнақ командирлерін ұялтады. Ересек ағалар мен тәтелер балаларды қорлап жүр. Ұят емес пе? Мураки алға шығады. Аратака тырнақтарға балаларға тиісуге тыйым салады. Рицу, Исуки және басқалары оның экстрасенс Рейган ба әлде жоқ па деп түсіне алмайды. Аратака Муракиді сол қолымен ұйықтауға жібереді. Исуки шайқасқа катанасын дайындайды. Исигуро мен Мураки есін жияды. Мацуо зұлым рухтарды шығарады. Рейган жоспарының жүзеге аспағанын түсінеді. Исигуро қара гравитациялық шарларды шығарады. Моб Аратаканы сорып алмасы үшін оны тартады. Исигуроның шарлары ғимаратты қиратады. Нежданно раб в глазах выйдут с гейми информацией месяцами Радостно рассветимейся, не ищут в тех охотных жестей Далага широмы скажем как всегда Раздаться с ними басалга Басами глаза, хищки не форпасл Мэгмена нравы супер глаза Надо я сам на это тут чувствую Походу фанатка статур, верный тут Халахар шум, биг-бэг, ценс, все Вовсе снова, биг-бэг, дигри, снова Growing, fuck it up, skip the world, good brain You can love the world, love flop, me that you Мобтың психобұзылу шкаласы 98%-ға жетеді, бірақ оны Аратака тоқтатады. Өткен уақыт. Бірде Моб Аратаканың кеңсесіне келді. Ол кезде ол әлі тым жас еді. Шигео оның түсініксіз күштері бар екенін және елестерді көре алатынын айтты. Сонда Аратака адамдардың әртүрлі екенін түсіндірді. Кейбіреулер жылдам жүгіреді, кейбіреулер жақсы ән айтады, ал кейбіреулері елестерді көреді. Бұл нормально. Ең бастысы Моб жақсы адам болып өссе болды. Олар осылай танысты. Исуки Аратаканың арқасын кеседі. Рицу Моб қазір өзін ұстай алмай айналасындағылардың бәрін өлтіреді деп қорқады. Рейган Аратака орнынан тұрады. Оның арқасында тек пиджағы кесілген. Тырнақ командирлері мен балалар не болып жатқанын түсінбейді. Исуки шабуыл жасайды, бірақ Аратака катананы сындырады. Мацуо зұлым рухтармен шабуыл жасайды, бірақ олар да Рейганге ештеңе істей алмайды. Муракидің шабуылы да сәтсіз аяқталады. Исигуро қара гравитациялық шарларды шығарады. Рейган Мобпен сөйлескен кезде баланың психобұзылуының экстрасенсорлық энергиясы уақытша ұстазға өтіп, сонымен бірге 1000%-ға көбейтілді. Аратака қара шарларды қолдарымен жыртады. Ойланып сөйлеп болатты деп қаласың Айтылмай қалпының ақтына тығыласың Ананды жылатып беріласың Шаманды бөліп мейлесті қуанасың Күршелезді бұздай қол-қолғасың Күнді тыңдап мен сенім атасың Мен бас қосасың Бірексін бағасың Рейганның үстінде отырып Исигуро тырнақ әлемді қалай басқаратыны туралы сөз сөйлейді. Аратака противогазды жылып алған соң Исигуроны қабырғаға шаптайды. Исуки тағы да шабуылға шығады. Аратака тырнақ командирлерін ұялтады. Ересек адамдар, бірақ бір фигнямен айналысады. Біртүрлі костюмдер киіп ап жүгіріп, балаларды қорқытады. Исуки тапанша шығарады.
Аратака Мураки мен Исукиге оларда супер күш болғанымен мағынасыз ақмақтықпен айналысып жүргенін түсіндіреді. Тырнақтардың өздерінің экстрасенсорлық қабілеттеріне әуестенгені сонша олар айналасындағы өмірді көрмейді. Аратака оларға кеңес береді. Шынайылықта өмір сүріп, жай адамдарға менсінбей қарамау. Теруки мен Ритсу Моптың ұстазына таңғалады. Сол кезде Исигуру шығады. Бәрі оның бетін бірінші рет көреді. Ол шал болып шығады. Исигуру истерика жасайды, себебі тырнақтарды қарапайым адамдар емес ерекше деп санайды. Аратака шалды оңай әшкере қылады. Исигуру айналасындағылардың бәрін сорып алатын үлкен қара құрдым жасайды. Шал бетіне Шо Сузукиден соққалады. Ол қара шарларды антигравитацияға айналдырып Исигуруны еденге шатат етеді. Сузуки оны тырнақ головной офисінен қызметті бағалау үшін жібергенін жариялайды. Қазірден бастап тырнақтың 7-ші бөлімі таратылды. Мацуо құмырада бір ғана зұлым рух қалғанын сезеді. Құмырадан шыққаннан кейін Гуру Мацуоны ұйықтауға жібереді. Басқа рухтарды жеп ол күшейе түсті. Исуки мен Мураки қаншалықты қателескендерін түсінеді. Жаңа күн басталады. Моп пен Ритсу мектепке барады. Дәлізде Моп Цубомеге таңдана қарайды. Мизато бәрін айтып беруді және мектеп газетіне сұхбат беруді талап етеді. Сабақтан кейін Ритсу Камуромен сөйлеседі. Олар Тенгаға және басқаларға бәрін мойындауды ұйғарады. Айналасындағылардың бәрі оны кінәлай бастағанда Тенга барлығының оны қаншалықты жек көретінін түсінді. Енді ол өзгеруді шешіп, денені дамыту клубына жазылды. Жаннан Моп жүгіріп өтіп, ол қайтадан есін жоғалтады. Телепаттар клубы Free Fire ойнауда. Мицура Терукидің өтініші бойынша тағы да экстрасенс балаларды жинайды. Ол тырнақтағы әрекет қылады деп күтеді. Сондықтан жаттығуды бастау керек. Балалар келіседі. Аратака енді елестерді көре алады. Шо Сузуки базаның қирандыларына қайтады. Өйткені телефонын сол жерде ұмытып кетті. Оған әкесі тырнақ үйінің басшысы қоңырау шалады. Шо 7-ші бөлімнің әлсіз болғанын айтады. Жаңалықтардан Аратака елес алып құртты ұстағанға сыйақы беретін туралы біледі. Моп пен Рейган орманда кездесіп құртты ұстауға барады. Іздеу кезінде Аратаканың назары саңырауқұлақтарға ауып кетеді. Оған алып елес құрт шабуыл жасайды. Моп оны қуады, ал Аратака көптеген саңырауқұлақтарды жинап үлгереді. Солай достар, егер сендерге біздің видеолар ұнаса, лайктар қойып комменттер жазыңдар, қызықша контентті қолдаңдар. Айтпақшы, ұмытпаңдар, таза пілден саулық кепілі. Көргендеріңе рахмет.